Армысыз, қадірлі телекөрермен, Атырау телеарнасының эфирінде әлеумет қоғамдық саяси бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Лаура Кесметова. Бүгінгі тақырыбымыз автобустар, яғни қалаш автобустардың ұзақ күтілуі, лық толы жүруі. Тұрғындардың наразын тудырған мәселе жауыр болған тақырыпқа айналды. Осы бағыттағы студия қонағымыз Атырау облыстық жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдар басқармасының басшысы Мұханбеталиев Әлібек Максимұлы. Студиямызға қош келдіңіз, Әлібек Максимұлы. Рахмет. Ассаламуалейкум, құрметті Атырау тұрғындары және қонақтары. Сіздерге үлкен рахмет. Рұқсат болса, сұхбатымызды бірден сауалдан бастап кетейік. Жергілікті тұрғындар қоғамдық көліктердің ескіргенін жиі айтып, наразылықтарын тудырады. Яғни осы бағытта биыл қанша автобус жаңартылды және жыл соңына дейін тағы қаншасы жаңартылу жоспарланып тұр? Бізде енді жалпы Атырау қаласы бойынша өздеріңіз білесіздер, 237 автобус қатынайды, қызмет етуде. Оның енді барлығы да өзінің мерзімінен әлі асқан жоқ. Жалпы автобустың мерзімі 7 жыл, 7 жылдан кейін келісім шарт бойынша барлық автобустардың бәрін жаңарту керек. Бұған қоса 2023 жылы біздерде 12 дана автобус алынды және 24 жылы біздерде 22 автобус, барлығы 35 автобусқа жаңартылды. Бұған енді айта қоса кететін болсам, жалпы осы жыл соңына дейін, немесе 2025 жылдың басына дейін бір жаңадан мекеме 100 жаңа автобуспен осы Атырауға қазір кіргелі сол жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы сонда Атырау қаласы бойынша біздерде осы автобустармен толығымен қамтылады, бірақ және де қазіргі уақытта да қамтылып жатыр. Жауабыңызға рахмет. Енді осы қоғамдық көліктердің жүру бағытында қандай да бір өзгерістер бар ма? Жоқ, бізде қазіргі уақытта өзгерістер жоқ. Біздерде енді 2022 жылы осы бағыттар бойынша екі жақты осы халықтың ұсынысымен маршрут дейді ғой, осы бағыттарды тізім бойынша жасақталып, сол бекітілді. Қазір сол бойынша біздерде банағы автобустар жүріп жатыр. Банағы айтып кеткендей, бірінші сұрағыңызға жаңадан келетін 100 автобусқа біздер жаңа бағыттар ашу бойынша қазір схемаларын жасап жатырмыз. Өйткені халықтан өздеріңіз білесіздер, қаламыз өскен сайын, мысалға адамдарға ауылдық елді мекендерде қалаға қарасты, осы қалаға дейін қатынайтын банағы автобустарға арақашықтықтары алыс болғандықтан біздер қазір осы жаңадан сызбалар сызып жатыр. Осы 100 дана автобус келгеннен кейін сол бағыттар бойынша жаңа бағыт ашылады автобустардан. Енді осы келетін 100 автобустың барлығы жаңа бағытқа қамтылады ма, әлде қала ішілік тұрақты бағыттармен де жүреді ме? Жоқ, бұл жерде жаңа бағытқа және қаланың ішіндегі банағы орталық көшелердің бағыттары бойынша ауыстырылатын болады. Қосымша қосылады. Келесі сауалымыз енді жергілікті тұрғындардан келген бір сауалға кезек бергіміз келіп отыр. Бұқара наразылығын тудыратын тағы бір мәселе автобустардың аралық уақытының ұзақтығы. Кейде 40 минут, 1 сағаттан астам уақыт күтіп қаламыз дейді. Осы жайында не айтасыз? Біздерде енді жалпы автобустар бойынша қатаң бақылауда. Өздеріңіз білесіздер, біздерде осы жаз уақытында осы жол құрылыс жұмыстарының басталуына қарай осы автобустың интеграл дейді ғой, арақашықтығы кішкене созылып кетіп жатырады. Оны біздер білеміз, бірақ қыс мезгілінде бұл жол жұмыстары тоқтағаннан кейін бұндай проблема бізде жоқ. Интеграл жалпы бекітілген уақыт бойынша 10-15 минут біздерде интеграл қойылған. Ол бойынша біздерде жұмыстарды атқарып жатыр. Барлық осы автопарктердің бәрі. Және де бұған қоса өздеріңіз білесіздер, осы мобилдік приложение арқылы да автобустар қай жерде келе жатырғанын көруге де болады. Мысалға, бұл мына біздерге қарасты ауылдық елді мекендерге өте жақсы. Мысалға, телефонның приложениесі арқылы қарайды, автобустың қай жерде келатқанын көреді, сосын сол банағы автобустың тұратын орнына қарай шығады. Қала бойынша бар, бұндай мәселелер көп дегендерде арыздарда түсіп жатады. Бұның бәрі уақытша. Өздеріңіз білесіз, орталық көшелерде бізде қайта жаңғырту бойынша көптеген жұмыстар атқарылып жатыр, орташа жөндеуде жұмыстары жүріп жатыр. Сол бойынша біздер мына уақытша автобустың қозғалысын өзгертеміз. Соған енді кептелістер болып қалады, бірақ бұның бәрі уақытша нәрсе.
Жауабыңызға рахмет. Енді одан бөлек жаңа айтып кеттіңіз, ой аудандар деп, аудан аралық автобустардың қатынау жиілігі қандай? Бізде енді қазіргі таңда аудандардың арасында қатынау жағынан ешқандай проблемалық мәселе жоқ. Осы бір жақын арада Мақат ауданы бойынша тасымалдаушы мекемеге халықтан арыз түскен болатын. Өйткені бұл жерде автобустар ескілеу және де өте кішкентай, сол үшін заманауи үлкен автобустарға ауыстыру бойынша ұсыныс түсті. Бұл біз халықтың ұсынысын ескеріп, және тасымалдаушы мекемеге біздер қазіргі уақытта жыл соңына дейін уақыт бердік. Жаңадан бір 2 автобусты алып, сол бағытқа қарай қосымша қосуға. Қазір енді тасымалдаушы мекеме жұмыстарын атқарып жатыр. Қазір банктен кредитін алып, сол автобустарды енді жыл соңына, келесі жылдың басына жаңадан 2 автобус қосымша қосады. Сосын бізде ешқандай проблема болмайды. Енді бізде қазіргі уақытта аудан аралық автобустың тасымалдаушы бағыты бойынша тек бізде қазір бір бағыт қарастырылмаған. Ол өздеріңіз білесіздер, Құрманғазы ауданы бойынша Ганшкенге қарай қатынау жоқ. Ол жаққа қарай осы жол жұмыстарының жүруіне байланысты біздер осы поезд бағытын шығартқан болатынбыз. Бірақ осы ноябрь айында бұл жұмыстар толығымен біткеннен кейін бізде қазір конкурстық құжаттамалары толығымен дайын тұр. Сол Құрманғазы бағытына біз жаңадан маршрут шығарамыз, және де бұл жерде талап жаңа автобус. Сол бойынша, сол уақытта бізде Атырау облысы бойынша осы көлікпен толығымен қамтылады. Толығымен қамтылады. Енді келесі сауалымызға көшейік. Азаматтар қоғамдық көлік қызметінің кешкілік уақытта, яғни кешкілік мезгілде уақытынан бұрын тоқтап қалатынын айтты. Яғни бұған не себеп? Уақытынан бұрын тоқталмайды. Бұл бойынша көптеген прокуратура, құзырлы органдарға да арыздар түскен болатын. Банада айттым ғой, біздерде бекітілген кесте бар. Қалалық әкімдікпен сосын тасымалдаушы мекемемен бізде көліктер сағат 7-ге дейін жүреді. Ең соңғысы сағат 10-да тоқтайды. Сосын оның ішінде бізде мына орталық көшелерге резервный автобустар дейді. Сондайды қойдық. Сағат 10-ға дейін бізде автобустар қатынайды. Әрине, бір бағытқа 7-ден кейін, мысалымен айтқанда, Авангард пен Еркінқала бағытына қарай баратын автобус, ол сағат 7-де қозғалса, ол апарғаннан кейін, кейіннен Авангардқа келеді, сағат 8:30 болды ма, ол өз бағытынан өзінің автотұрақ стоянкісіне жүре береді. Бірақ соңғы біздің автобустарымыз сағат 10-да тоқтайды. Жауабыңызға рахмет. Енді тұрғындардан келген тағы бір сауал, қоғамдық көлігін аздығын шағымданады. Яғни жаңа өзіңіз айттыңыз, бағдарламадан, яғни программадан қарап отырады, бір бағытта тек қана 2 көліктің келіп жүріп жатқанын айтады кей тұрғындар. Осы бағытта не айтасыз? Жоқ, енді кейде ақаулықтар бар, ондай проблемалар бар, жоқ деп айтпаймыз. Банада өзіңізге де айттым ғой. Бұл бізде Ақжайық мекемесімен бір сондай проблемалар болған. 4 автобус шығатын болса, 2 автобусы таңертең қызбай қалып, 2 автобусы шығып кетті. Бұл әсіресе осы қыс мезгіліндерде сондай проблемаларды біздерде жиі кездестіріледі. Бірақ қазіргі уақытта Ақжайық автопаркімен қосымша тағы да автобустар, резерв дейді ғой, банағы бұзылып қалған автобустарының бәрін жөндеп, осы тасымалдауға қосты. Қазір қай автопарктерде де өздерінің резервтік автобустары бар. Бұл 2023-2022-де өте көп кездесетін болды. Бірақ осы 2024 жылға бір сондай қатты бір проблема біздер жоқ. Рахмет. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, осы қала мен аудандар арасында Құрманғазы, Мақаттан бөлек автобустардың жабдықталуы қалай? Жабдықтырулары жақсы. Бізде енді өздеріңіз білесіздер, біз аудан аралық автобустар, олар біздің қалалық автобустар сияқты емес. Бұл жерде 50 орындық автобустар және де шағын аудандарға 25 орындық автобустар қатынайды. Ең көбі біздерде үлкен автобустарымыз Жылойға, Қызылқоға ауданына және Индер бағыттарына қарай автобустар қатынап жатыр. Автобустардың бәрі жаңа және жаңа заманауи техникалармен
жабдықталған, және де өз енді заманауи техникаға не жатады дегенде, оның ішінде мысалға мүмкіндігі шектеулі жандарға да мысалға пандустар қарастырылған. Бірақ біз қазір екі бағыт бойынша, бана да айттым ғой, мақат бойынша бізде проблема бар. Автобустары кішкентайлау, кейде халық бір уақытта шыққанда таңертеңгі уақытта симай қалады. Және де өздеріңіз білетіндер, мына Қызылқоға бағытына да біздер қазір тасымалды көбейткіміз келіп отыр. Өйткені біз халықтың арызына қарап жұмыстарды бастаймыз. Таңертең 6-да шығады. Қызылқоға ауданынан бір автобус, кешке сол автобус, 2 дана автобус ояқта қатынайды. Сол үшін халықтың өтініші бойынша бәрі де 6-да шыға алмайды ғой. Өйткені 8-де шығатындар бар, 9-да шығатындар бар. Сол бойынша біздер қазір жұмыстарды атқарып жатырмыз. Және де тағы да 2 жаңадан автобусты қосып, ол бағытқа бізде 4 автобус қосқымыз келіп отыр. Ол бағытта әлі жоспарланып жатырған мәселе де аламыз. Жоспарланып жатырған жоқ, бұл бойынша жоспар құрдық біздер. Енді жыл соңына дейін осыны қазір тасымалдаушы мекеме жаңа 2 автобус алған жағдайда, жыл соңына дейін біз жылдың басынан бастап осы бағытты күшейтеміз. Рахмет. Енді тағы да бір айта кететін мәселе төлем мәселесі. Яғни жүргізуші ғана отырады, кондуктор жоқ дейді. Көп автобустарда кондуктор жоқ. Яғни жүргізуші төлемді тексеріп отырудың орнына, яғни қозғалмай күтіп отырамыз, уақытымыз кетеді дейді тұрғындар. Осы жайында не айтасыз? Неге? Енді қазіргі уақытта бізде автобустардың бәрі заманауи болғасын. Қазір карталық система ғой. Карталық система, және де бұл жерде бізде өздеріңіз көрген болсаңыз да автобуста QR коды тұрады, сол бағытқа қарап төлей береді. Болды. Ол жерде кондукторды қоймау, ол автопарктың өзінің қолында. Енді бана жалпы бұл бойынша бізде автопарктардан көп шағым түскен болатын. Қайтадан банағы нелерді, кондукторды қояйық, өйткені бұл жерде төлемейтін адамдар өте көп. Бірақ енді біздер адамдарды өзінің осы бағытта тәрбиелеуіміз керекті. Қашанғы біз кондуктор ұстаймыз. Қазіргі заманауи технология бойынша барлығы цифрландырып жатыр. Сол үшін қазір адамдардың бәрі үйреніп келатыр. Үйреніп келатыр. Әрине арасында болады, қайтадан айттым ғой, адамның енді ол сана сезіміне қарай. Бірақ енді қазір көп адамдар осы тасымал үшін, жүргені үшін қазір өзі электрондық картамен және де QR-мен төлемдерін төлеп жететін орындарына дейін жетіп жатыр. Келесі сауалым енді жолдарға қарай қатысты болмақ. Аймақ басшысы Атырау-Астрахань жолының 2025 жылы аяқталатынын айтқан еді. Осы бағытта жұмыстар қалай жүріп жатыр? Бізде енді қазіргі уақытта тапсырыс беруші Қазавтожол мекемесі жұмыстарды 2025 жыл емес, президентіміздің тапсырмасына орай 2024 жылдың соңына дейін толығымен жұмыстарды аяқтап тапсыру бойынша сондай тапсырма берді. Ол енді тек өңір басшысы емес, ол президентіміздің қатты бақылауында тұрғасын. Қазіргі уақытта біздерде Атырау-Астрахань бойынша ең жоғарғы қабат асфальт жабындысы төселіп келе жатыр. Жыл соңына дейін толығымен бітіреді және де іске қосады. Яғни 2025 жыл емес, осы жылдың аяғына дейін. 2024-тің соңына дейін. Осы жөндеу жұмыстарына қанша техника, қанша қызметкер жұмылдырылды? Енді бана айттым ғой, бұл мекемеге қарасты жалпы Қазавтожол. Қазавтожол мекемесі біздерде тікелей министрлікке қарағандықтан біз енді жергілікті қадағалаушы орган болғасын, біз тек бұлармен тығыз жұмыс жасаймыз. Тығыз жұмыстарды атқарамыз. Және де осы мәліметтер бойынша бір-бірімізбен алмасып отырамыз. Енді бұл жерде өзіміз білеміз, екі мекеме жұмыс атқаруда. Біреуі Ақжол құрылыс, екіншісі Түріктердің мекемесі енді. Кешірім сұраймын, атын ұмытып қалып отырмын. Менің мердігерім болмағасын. Бірақ жұмыстары қазіргі уақытта қарқынды жүруде. Өткен аптада біздер осы облыс әкімінің орынбасарымен, Қайрат Талапұлымен біздер сол бағыт бойынша толығымен жұмыстарды қарап келдік, тексеріп келдік. Жұмыстары өте қарқынды жүруде. Инерттік материалдар бойынша да ешқандай тапшылық жоқ. Жұмыстарын енді күні-түні қазір атқарып келе жатыр және осы жыл соңына дейін бітіреміз деп өздері кепілдік берді. Жауабыңызға рахмет. Құрметті көрермен, бізде шағын үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Атырау телеарнасының эфирінде әлеумет қоғамдық саяси бағдарламасы. Сұхбатымызды жалғастырсақ, көп жолдар жөндеуден өтіп жатыр, жаңадан салынып жатырған жолдар да бар. Енді осы жаңадан салынған жолдардың қанша мерзімге дейін кепілдік бере алады?
жарамдылығы? Бізде атқарылып жатқан жұмыстарды 3 бағытта жұмыс атқарып жатырмыз. Бірінші бағыты ол қайта жаңғырту. Өздеріңіз көріп отырғандай, мына 2 жолақтылардың бәрін біздер 4 жолақтыға ауыстырып жатырмыз. Және де жаңа құрылыс, ол мына елді мекендерімізде, осы қаламызға қарасты, соның ішіне жаңадан жол тарту. Және үшіншісі орташа жөндеу бойынша біздерде осы 2023 жылы бастадық. Бұл біздің банағы асфальттың жабындысының тозығы жеткен, оны 2 қабат асфальт жабындысын жаңарту бойынша жұмыстар жақсы атқарылып жатыр. Бұл жерде кепілдік мерзімін алатын болсақ, жалпы ол заңға сәйкес осы құрылыс пен қайта жаңғырту бойынша 5 жыл, орташа жөндеу 3 жылды құрайды. Ол келісім шарт бойынша. Және заңда көрсетілген өзінің мерзімі. Өздеріңіз көргендей, бізде биыл Бегелдинов көшесі, Жастар көшесі 4 жолақтыға, Сырымдатов көшесін осы қазіргі уақытта жыл соңына дейін бітіріп қолданысқа береді. Сосын орташа жөндеулерден бір қатар жұмыстары атқарылып жатыр. Өздеріңіз көріп, Томаш Жұмағалиев енді осы уақытқа дейін әлеуметтік желілерде көп банағыдай халықтың арасында назарлық туғызды. Ол көшенде қазіргі уақытта толығымен асфальт жабындысы ауыстырылып және қолданысқа берілді. Өте әдемі көше болып қалды. Және сол бағытта да біздер жұмыстарды атқарамыз. Мен бір осы әлеуметтік желіде де өзімнің осылай бір бақ өкілдеріне де тікелей осы әңгімемізде біздер айтқан болатынбыз. Бізде қазіргі ең банағы орталық көшелеріміз бар. Ол бізде мына Сатпаев көшесі, Махамбет, Азаттық және мына өзіміздің аэропорт әуежайына баратын Абылқайыр-хан көшелерінің орташа жөндеуін. Абылқайыр-хан бойынша бізде қазіргі уақытта жобалық сметалық құжаттамасы жасақталуда, қалалық бөлім осы отдел автодорогымен. Және осы Сатпаев, Махамбет, Азаттық бойынша қазір ашық электрондық конкурс аясында мердігері анықталды. Бірақ енді уақыттың тығыздығына байланысты бұл жұмыстар ауыспалы болып саналады және келесі жылға уже жоспарлайтын боламыз. Енді келесі сауалымыз, осы жыл соңына дейін осы бағытта қала көлемінде жоспарланған жол жөндеу жұмыстар туралы айта кетсеңіз, тағы қай жерлер қала аумағында жөндеуден өтеді? Осы жылы ма? Осы жылы, иә. Осы жыл. Біздерде енді осы жылдың соңына дейін тапсырылатын нысандар бойынша айтайын, және ауыспалы нысандар бойынша баяндап өтсем, бізде енді Еркін қала 2018 жылдан бері келатқан үлкен бір сұрақ болды. Банағы халықтың арасында да бір көше салынады, 2 көше салынады. Осы жұмыстар бізде 2023-тен бастап жақсы қарқында жүруде. Жыл соңына дейін Еркін қала 2-міз тапсырылады, Сырымдатов көшесі тапсырылады, және Алмалының біздер ішкі Алмалының өзі бізде 2-ке бөлінеді. Бірінші, екінші болып, соның толықтай бітіріп біздер қолданысқа береміз. Және бұл қайта жаңғырту бойынша. Ауыспалы нысандар бойынша қайта жаңғыртуды Жастар көшесін біздер биыл бастаған болатырмыз. Сол бізде ауыспалы нысан болады. Жасалынып жатқан жұмыстарын осы жыл соңына дейін толығымен бітіріп, ол жолды ашамыз. Және келесі жылы жалғастырамыз. Барлығы 11 шақырымды құрайды бұл жол. Келесі жылдың соңына дейін толығымен бітіріп қолданысқа беріледі. Өйткені бұл 4 жолақтының біз неге бұндай шешіммен алғанымыз, Еркін қалаға дейін өте көп ауылдарымыз бар. Қарасты, Балаусамыз бар, Өркеніміз бар, Жұмыскеріміз бар, Момисіміз бар. Еркін қала 1, Еркін қала 2-нің өзі үлкен ауыл болып қалды. Сол үшін мына таңертеңгі әбетті және кешкі уақыттарда кептелісі өте көп болды. Сол себептен бұл жолды біздер 4 жолақтыға ауыстырдық. Және осы көптен тұрған Атырау-Индер бағыты бойынша да біздерде қазіргі уақытта 10 шақырымның 4 шақырымына жолдар салынды. 4 жолақтыға кеңейтіліп, және ортасында 6 шақырымы қалды. Бірақ қазір бұл жоба кезінде кішкене шекілеу болғасын, бұл жолдың астында газ, тоқ және су құбырларының банағы жобада көрсетілмеген болған. Соған қазір түзетулер енгізілуде. Жыл соңына дейін толығымен бітіріп, Атырау-Индерді келесі жылы уже толығымен аяқтап тапсырады. Және одан бөлек Атырау-Индердің 10 мен 20 километрге дейін оның да жобасы қазір жасақталуда. Жалпы біздерде бұл ауыспалы нысандар бойынша келесі жылға жоспарымыз өте көп. Біздер өзіміз осы облыс әкімімен 3 жылдық жоспарды құрған болатынбыз. Және жыл сайын қандай жолдар жасайтынымызды.
біз енді өзіміз көріп отырмыз, қаламыз жыл сайын өсіп жатыр. Және де мына көліктердің көбеюіне байланысты осы екі жолақтылардың бәрін біздер 4 жолақтыға ауыстырып жатырмыз. Қаланың ішінде енді Нұрсая бойынша бізде қазір бір айтады ғой, мына этаж үйлер көп салынғаннан кейін ішінен мына екі жолақтымен жүру деген мүмкін емес. Оның ішінде бұл жерде школдарымыз да бар, садиктеріміз де бар. Бізде қазір Нұрсая бойынша қалып тұрғаны осы көшенің аты қалай? Сұлтан Бейбарыс көшесі? Жоқ, Сұлтан Бейбарыс көшесі емес, мына Апектің көшесі бізде. Елорда көшесі. Елорда көшесінің қазір жобасы жасақталуда. Ол жерде кеңейтіледі, бір жері 14 метр, бір жері 9 метрге. Осы Нұрсая бойынша сол көшені кеңейткеннен кейін және Бейбарыспен даңғылымен Самал арқылы мына Атырау-Астрахань трассасына шығу бойынша да жоба жасалынып жатыр. Сонымен қоса біздерде өздеріңіз көрдіңіздер, мына Ерік Мастауойға дейін Тайманов көшесінің жартысы жасалынып, жартысы жасалынған жоқ. Кольцевойға дейін сол жобада бізде қазір жасақталуда. Осы жобалардың бәрі жыл соңына дейін бітеді. Сосын әлеуметтік желіде де қазір көп сұрақтар туындап жатыр. Мына Құрманғазы Исатай бағытына қарай біздерде өздеріңіз көрдіңіздер ғой, 5 шақырымы жолы деген кезінде беткі қабатын қырып тастаған. Қазіргі уақытта ойық, шұрық, банағыдай шаң, көп арыздар түсіп жатыр. Біз бұл 5 шақырымды неге жасатқан жоқпыз? Бұл жалпы республикалық маңызы бар жолдарға кіреді. Біз облыс әкімінің тапсырмасына орай осы қалаға кіретін бағыттың бәрін 4 жолақтыға өзгерту бойынша ұсыныс берген болатын. Біздерде сонда 5 шақырымын қазіргі уақытта облыстық банаға бізде теңгерімге алдық. Бұған қазір жоба жасақталынды және мемлекеттік сараптамаға кірді. Бұл бізге нені береді? Республикалық маңызы бар жолдың өздеріңіз көрдіңіздер, ол 9 метрлік. Бірінші санатта болғандықтан қалаға кіре беріс жерін біздер 4 жолақтыға өзгертіп жатырмыз да. Айтады ғой, бана жолда препятствие болмау керек. Және де өздеріңіз көргендей мына көпірдің өзі ескі. 2 жолақты, соны біздер жаңадан көпір салып 4 жолақтыға да өзгертеміз. Алға қарай бұл жұмыстар біткеннен кейін бұл ескі көпірді бұзамыз. Және де тағы бір жақсы жоба, бұл енді Қазавтожол мекемесімен жүріп жатыр. Тапсырыс беруші солар. Біздерде мына айналма жолы дейді. Соның да жұмыстары атқарылып жатыр. 2025 немесе ауыспалы 2026-ға дейін бітіру керек. Бұл бізде нені береді? Мысалға басқа Астрахань мемлекетінен келатқан үлкен груздық машиналар қазіргі уақытта біздің қаланың ішімен өтеді. Соның өзі бір қатты кептеліс береді. Біз соған айналма қазір жобасы және жұмыстары атқарылып жатыр. Ол бізде Құрманғазыдан бағытынан келатқан груздар Атырауға кірмей сыртымен айналып, Қарабатан трассына немесе Орал бағытына қарай трассаларға айналма жолмен шығып кетеді. Ол біздің қаламызға деген кептелісті кәдімгі қатты азайтады. Енді жалпы біздерде Атырау қаласы бойынша да, Атырау облысы бойынша да, барлық аудандар бойынша да біздерде жоспар толығымен жасақталды. Қай жылы қанша шақырым жол саламыз, қай жылы қай жолдарды қайта жаңғыртудан өткіземіз, соның бәрін жыл-жылмен бөліп біздер дайындап қойған болатынбыз. Және де бұл баяндаманы мен бізде әлеуметтік желіге де шықты. Қай жылы қандай жұмыстарды атқарам, содан да қарауға болады осы басқарманың парақшасынан. Және бұл жұмыстар алға қарай атқарылады. Енді 3 жылдықтың ішінде біздің жоспарымыз бойынша Атырау қаласы және Атырауға қарасты елді мекендерде толығымен осы жолдың жағдайын 98%-ға жеткіземіз деген жоспарға қойдық. Жаңартылып, жақсаратын болады. Енді жаңа өзіңіз айтқандай республикалық жолдарға кешейік. Осы тасқын кезінде зардап шеккен республикалық маңызы бар тас жолдардың ахуалы қандай? Бізде енді республикалық маңызы бар жолдардан Ақтау бағытына қарай, Жылой Құлсары қаласына қарай бір жерден жол сумен бұзылды. Және екінші бағыты осы Атырау-Орал бағытына қарай, Сарайшықтың тұстарында Махамбетке жетпей сол жерден 2 жерден бұзылған болатын. Бірақ қазір бұл жерлерде жұмыстары атқарылып жатыр, мердігерлер анықталды. Осы жыл соңына дейін толығымен қалыпқа келтіріледі. Бұдан бөлек өзіміздің облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар жолдардың 27-де 9 шақырымы да осы су тасқынынан бұзылды.
және бұған қоса 6 көпіріміз бар. Бұның барлығынан қазіргі уақытта осы республикалық резервтен қаражат бөлініп жатыр. 5-8 миллиард жұмыстары қазір қарқынды жүріп жатыр. Осы барлық мына су тасқынынан зардап шеккен жолдардың бәріне біздер мына су өткізгіш құбырымен және мал өткізгіш құбырын салып жатырмыз. Өйткені бұл алдағы уақытта бұндай үлкен топан су келген жағдайда бұл сол өткізгіштерден жолды бұзбай, суды өткізетіндей сондай бағытта біздер қазір жұмыстарын атқарып жатырмыз. Бұл жұмыстарды біздерде сол жылдың соңына дейін бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Енді жаңағы сосы аудандар мен ауылдық елді мекендердің ішінде орналасқан жолдардың жағдайы қалай olur? Біздерде енді барлығына тоқталып өтпей-ақ қойын. Ең жақсы қанағаттанарлық жағдайда 2 ауданымыз бар. Оның біреуі бізде Индер ауданы және екіншісі Махамбет ауданы. Бұл аудандар 2025 жылының соңына дейін осы жобаларды атқарғанда 100%-ға дейін жетеді. Ең артта келатқан 2 ауданымыз бар. Біреуі Құрманғазы ауданы және екіншісі Исатай ауданы. Өйткені білеміз, Құрманғазы ауданы аудандардың ішінде үлкен болып саналады. Өйткені бұл жерде 49 елді мекен бар. Сол үшін қазір 2018 жылы жасалынған жобалардың бәрі тұр. Қазір біздерде қайтадан жобаға өзгеріс енгізіп, енді бұл жерде бір қызық мәселені айтып кеткім келеді. Эфирде бізде жоба қалай жасайды? Бір ауылда айтайық 10 шақырым жол бар. Енді ақшаның жоқтығына байланысты 6 шақырымына жоба жасайды, оның 4 шақырымы қалып қояды. Осы 2023 жылы облыс әкіміне Сержан Болшыққа кіріп, осы мәселе бойынша мен баяндаған болатынмын. Бір ауылға біздер жолмен кірдік бі, біз толығымен қамтып сол ауылдан шығып кетуіміз керек. Кейіннен ол ауылға келмеуіміз керек. Ол кісі мені қолдады және қазір сол ауылдарға біздер өзгеріс енгіздік. Бұл жерде басталып кеткен нысандар бойынша Ақкөл бар, Орлы бар, Дәшін ауылдарының жобалары жалпы 2018 жылы басталғанда жұмыстары, бірақ осы уақытқа дейін аяқсыз қалған. Біз қазір ол ауылға түзетулер енгізіп, тағы да қосымша 7 шақырым, біреуіне 6 шақырым жолдарды қосып, сол жобаны бітіріп, қазір мемлекеттік сараптамаға кірді. 2025 осы 3 ауылмен толығын бітіргеннен кейін Құрманғазы ауданы қазір 33%-ді құрап отыр, содан 53%-ға дейін көтерілеміз. Бірақ бұған қарамастан қосымшада бұл жерлерге қазір жобаларын жасап жатыр. Екіншісі Исатай ауданы бойынша да біздерде қазір көп елді мекендері жолмен қамтылмаған. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мердімелі мекеме кіреді, оны алам деп өзіне банағыдай жауапкершілігін алады. Ол мысалға Атыраудың мекемесі емес, айтарлықтай мысалға Ақтаудың мекемесі болды, Шымкенттің мекемесі болды. Өйткені бұл жерде ешқандай техникалар да жоқ және заводтар да жоқ. Сондай аяқсыз қалып қойған нысандар бізде өте көп болды. Қазір сот шешімімен 3 мекеме бойынша Исатайдан келісімшарт бұзылып, және қайтадан қазір жобаларды біздер жаңадан түзетулерді жасап жатырмыз. Бізде Исатай қазіргі уақытта 27%-ді құрап отыр жолдар бойынша. Осы жобаларды біздер жыл соңына дейін аяқтап, немесе келесі жылдың 1-тоқсанына дейін бітіру бойынша қазір жұмыстарды атқарып жатырмыз. Осы жұмыстарды бастағанда Исатайдың өзі біздерде 60%-ға дейін жетеді, жолдың қамтылуымен. Жалпы осы барлық 7 аудан бойынша жұмыстары жақсы атқарылып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, Жылой ауданының Құлсары қаласының да өзі бізде жолмен қамтылмаған толығымен, бірақ қазір мына 1, 2, 3 кезеңі бойынша және болашақ бойынша да жұмыстары жүріп жатыр. Құлсары ол қала болғандықтан біздер қазір осы күштің бәрін сол көбіне Құлсарының қаласын толығымен бітіру бойынша жұмыстары жүріп жатыр. И аудандарда да жұмыстары атқарылуда. Жауабыңызға рахмет. Енді сөздеріңізден түсінгенімізде биылғы басқарманың жұмысы өте қарқынды жүріп жатыр. Өте қарқынды. Жалпы енді біз жыл басында жоспарымыз одан да қатты болған болады. Өте жақсы. Өздеріңіз білесіздер, мына су тасқыны кезінде біздің көп жұмыстарымыз тұрып қалды. Өте кеш басталды. Өйткені мердігер мекемелердің барлық осы техникаларының бәрі осы суға күресуге жұмылдырылды. Сол июль айынан біздерде қазір жұмыстар басталды.
Жалпы жұмыстарды біз май айынан бастайтынбыз. Жоқ дегенде осы жолдың мына астыңғы инерттік материалдарын тасу бойынша жұмыстары майдан бастап атқарылатын. Бірақ оған қарамастан енді жұмыстар жүріп жатыр. Енді атап айтқандай 24 жылға біздер 350 шақырымды қойдық жоспарға. Оның енді бір 250 шақырымын толығымен бітіріп, қалғандары ауыспалы нысан болып келесі жылға қалатындай. Жауыңызға рахмет. Енді көптеген жұмыстар жүріп жатыр. Ал енді биыл жалпы осы көлік инфрақұрылымын дамыту үшін қанша қаражат бөлінді мемлекет есебінен? Биыл енді біздерде 72 миллиард қаражат бөлінді. Оның 7,1 миллиарды республикалық бюджеттен, 64 бізде осы жергілікті бюджеттен бөлінді. Бұның ішінде тек аудандар емес, қалада бар, барлық аудандарда бар, толығымен қамтылып жатыр. Жалпы биыл осы жаңа жоспарларыңыз туралы айта кеттіңіз ғой. Тағы қандай жоспарлар жүзеге асып жатыр? 3 жыл дедіңіз. Одан да көп жоспарлар жасақталды ма? Жоқ, бізде мына соңғы осы 3 жылдық жоспармен Атырау облысы бойынша толығымен 94-95%-ға жеткізу. Біз соған жетеміз. Өйткені сол бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Енді бұл жерде айтып кететін мәселе бар. Бізде жол тозығы жетуінің ол уақытынан тыс асып кетуі. Өйткені әр инерттік материалдың өзінің банағы срок дейді ғой. Мерзімі бар. Біздің өзіңіз қарап отырсаңыз, Атырау қаласының ішіндегі жолдарының өзінің мерзімінен асып кеткенді. 10 жылдан асып кеткен жолдарымыз бар. Сол бойынша біздерде облыстық маңызы бар жолдарға мен тоқталып өтетін болсам, біздерде қазір Сағыз бен Миялының ортасында 107 шақырымды құрайтын жол қазір тозығы жетіп тұр. Соған қазір жобаны жасап қойдық. Жыл соңында осы ашық электрондық конкурсқа жібереміз деген жоспарға қойып қойдымыз. Енді бұдан бөлек Атырау Индер бағыт бойынша 156 шақырымды құрайтын, биыл біздер 50 шақырымда конкурсты өткізіп, мердігерді анықтадық, қазір жұмыстары жүріп жатыр. Индерге кіреберіш 7 шақырымның да қазіргі уақытта біздерде 6 шақырымының толығымен асфальт жабындысымен қамтылды, төселіп, жаңартылып, және бұған біздерде Индердің 7 шақырымы бойынша бізде 5 жерден су шайып кеткен болатын. Соған біздер қосымша қазір су өткізгіш құбырларын кішкене күшейтіп жатырмыз. Жыл соңына дейін бітіріп, ол да бізде бір жаңартылып қалады. Жауыңызға үлкен рахмет. Енді өзіңіз айтып отырсыз, жол қала аумағында да, облыс аумағында, яғни әсіресе қала аумағында көп жолдар ескірген деп. Енді жалпы бұл жолдарды жаңартудың өзі қанша жыл уақытты алуы мүмкін? Яғни әр 3 жыл сайын жоспарлар құрылады, әр жасақталып жасалған кезде қанша жылдың ішінде қала жолдары толықтай жаңартылады деп айта аламыз? Қай жылы? Қанша жыл уақытты алады? 3 жыл. Мен сізге бана айтқанмын. 3 жылдың ішінде бізде толығымен жаңартылады. Өйткені осы уақытқа дейін не себептен, көптеген халықтан да арыздар түседі, не себептен осы жолдарды жасамайды деген. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бізге қалаға қарасты елді мекендердің 60% жолмен қамтылмаған болады. 2020 жылдан алғанда, оның ішінде Еркінқала 2, Балаусан алуға болады, Өркеннің жарты көшесі біздерде қамтылмаған болды. Алмалымыз, Бірлік, Береке, Талғайран, сосын мына Қайыршақты ауылдық округінің 30% бізде асфальтпен қамтылмаған болды. Біз барлық күштерді осы қалаға қарасты елді мекендерді толығымен қазіргі уақытта асфальт жабындысымен 100% қамтыдық. Енді біздің қазіргі жоспарымыз осы қаланың ішіндегі жолдарын кеңейту және мына ескі асфальттарын қайтадан жаңарту бойынша жұмыстары 23-24 жылы өте жақсы жүріп жатыр. Қарқынды. Жалпы енді айтып жүрсіз, тұрғындардан да наразылықтар туып, шағымдар түсіп жатады деп. Яғни сіздерге оларға кері байланыс жасап, қандай да бір түсіндірме жұмыстарын жүргізесіз? Әрине. Ол бойынша да біздің әкімшілік қазіргі уақытта баяғы әкімшілік емес, ашық әкімдік. Өйткені бұл әкімдікте барлығы жергілікті адамдар жұмыс атқаратын. Бәрінде телефонымыз бар.
әлеуметтік желіде де біздің парақшамыз бар, өзімнің де парақшам бар. Маған да жазып жатады, автобуспен проблема болып жатса, біз бәріне де жауабын беріп жатырмыз. Одан қоса бізде қала бойынша 109 орталық операторымыз бар. Соған да арыз түседі. Бұл арызды біздің өзіміздің банағы орталық чатымыз бар. Сол жерге келеді, сол бойынша жұмыстарды атқарып, әр адам бана жауапсыз қалмайды. Өздерінің жауаптарын алады, немесе телефон арқылы біздер банағы түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Яғни әрдайым кері байланыс жасалады, тұрғындардың жауапсыз қалмайды дейсіз сұрақтары. Енді бұлай жылма-жыл, әр жылмен салыстырып қарасақ, тұрғындардың шағымы биыл азайды ма, әлде көбейді ме? Биыл азайды. Қаншалықты азайды деп айта аламыз? Мен айтайын, бір 50%-ға азайды деп ойлаймын. 50%-ға, өйткені 2020 мен 2023 аралығында мен өзім осы қалалық ЖКХ бөлімін басқарған болатын. Ол жерде ең көп арыз түсетін, осы бана айтып өттім ғой, мен ауылдық елді мекендерден мына жол мәселесі бойынша көп арыз түсті. Енді қазіргі уақытта тоқ бойынша арыздар түсіп жатқан болар деп ойлаймын. Енді ол бойынша біздің әріптестеріміз жалпы биыл жақсы жұмыстарды атқарып жатыр. Мен өзім сенем, осы әріптестеріме де біз қазіргі атқарып жатқан жұмыстарымыз осы өзіміздің халқымыз үшін және өзіміздің туған жеріміз үшін қазір көптеген жоспарымыз да бар. Ол жұмыстарды атқарылады және біз өте жақсы қала боламыз. Үлкен рахмет. Әлібек Максимұлы, бүгінгі уақытыңызды бөліп, бізбен сұхбатымызға келгеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Лаура Кесметова. Әр дүйсенбі 18:20-да әлеуметте жүздескенше.